Көп балалы және басқа да әлеуметтік осал топтарға арналған баспанаға қатысты апелляциялық сотта экс-депутаттар жеңіп шықты. Ақтөбеде бұрынғы аудандық мәслихат төрағасы 2020 жылы ескі жатақхананы 8 миллион теңгеге сатып алған. Кейін ғимарат 70 пәтерлі тұрғын үй ретінде рәсімделіп, мемлекетке жетім балалар мен әлеуметтік осал топтарға сатып алатын баспана ретінде 672 миллион теңгеге өткізілген. Айыптау тарапының мәліметінше, ғимаратта газ бен ыстық су болмаған және техникалық талаптарға сай келмеген. Соған қарамастан ол мемлекеттік сатып алуда жеңімпаз деп танылған. Бұған дейін сот бұрынғы мәслихат төрағасы Бақытжан Қадыралинді 6 жыл 6 айға, депутат Азамат Жәлімбетовті 6 жылға, ал бұрынғы бөлім басшысы Әнес Сейілханды 5 жылға бас бостандығынан айырған еді. Алайда апелляциялық сот әкімдіктің 672 миллион теңгені өндіріп алу туралы талабын қанағаттандырмады. Сондай-ақ сотталғандардың жылжымайтын мүліктеріне қойылған тыйым мен депозиттегі шамамен 50 миллион теңгені тәркілеу туралы шешімнің күші жойылды. Қазір жатақхана мемлекет меншігінде қалды. Енді ғимарат бюджет қаржысына жөнделіп, кейін тұрғын үйге мұқтаж азаматтарға беріледі.